Сәлем қыздар, бір ғана жұмыртқадан өте дәмді кекіс жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны жарып салып, үстіне қант салып, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстінен 3 ас қасық сұйық май, 200 мл сүт қосып, тағы да бір рет араластырып жібереміз де. Разрыхлитель мен ұнды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде осындай кішкене қоюлау масса шығу керек. Мен арасына осындай замороженный ягоды, яғни черника қосып жібердім. Бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, менде форманың диаметрі 24 см. Арасына осындай стаканды қойып, кекіс сияқты қылып пісіріп аламын. Ішіне массаны әдемілеп салып шығамыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Кішкене суығаннан кейін стаканын осылай және де сыртын осылай шешіп аламыз. Бетіне сахарный пудра сеуіп, ыстықта жесеңіздер дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.